Сәлем достар, көзді ашып жұмғанша 2020 жыл аяқталуға жақын қалды. Біз сіздермен бір жыл бойы бірге бола тұра журналистік дәстүр бойынша жылды қорытындылаймыз. Биылғы жылы бүкіл әлем үшін үлкен бетбұрыс болды. Ендеше осы жылға қысқаша шолу жасап, көз жүгірте отырайық. Қарағайлыдағы қара шаңырақ талай отбасыны қызық қуанышқа бөледі. Барлық сауда орталықтары мен кинотеатрлар толықтай карантинде. Бүгінгі таң ерекше басталды. Ата-аналар неліктен қынжылады? Семейде қаңтар айында электронды билеттеу енгізілді. Табысты деп атауға болатын жоба. Осының арқасында біз көлік бюджетін жоспарлай алдық. Сонымен қатар, Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы басталды. Қалада еріктілер қозғалысының бірыңғай орталығы ашылды. Үкімет аз қамтылған отбасыларды әлеуметтік қолдаудың жаңа нысанын орнатты. Онда бір тоқсанда Семейде 4000-нан астам бала әлеуметтік пакеттер алды. Ақпан айында қалада жаңа автобустар пайда болды. Тұрғындар үшін тамаша жаңалық. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай арналған мәдени білім беру көрмелері өткізіле бастады. Наурыз айы Семейдегі тарих және мәдениет ескерткіштерін анықтаудан басталды. Біраз уақыттан кейін бірқатар елдер шекараларын жауып, COVID-19 індетінің басталғанын жариялады. Ал 16 наурыздан бастап барлық оқушылар мен студенттер мерзімнен бұрын демалысқа шықты. Олар вирустың таралуын болдырмас үшін қашықтықтан оқыды. Сондай-ақ қалада қайта пайдалануға болатын медициналық маскалар шығарыла бастады. Сәуір болмай тәуір болмас деген ұғымға сеніммен қарап, сәуір айына аяқ бастық. Десе де елімізде төтенше жағдай режимі енгізілді. Семейде коронавирус инфекциясы таралуының алдын алу бойынша барлық шаралар қабылдана бастады. Қалада ірі сауда орталықтары жұмысын уақытша тоқтатты. Азаматтар электрондық қызметтерді алуға көшті. Сондай-ақ, тұңғыш президенттің бастамасы бойынша республикалық біргеміз қорынан 50 000 теңгеден ақшалай сыйлық тұрғындарға рәсімделді. Айтпақшы, сәуір айында Семейдің 15 көшесін орташа жөндеуге жұмыспен қамту жол картасы бойынша жоба дайындала бастады. Мамыр айы Қазақстан халқының бірлігі күнімен емес, оқшауланудан басталды. Сондай-ақ қалада жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы бойынша жаңа жұмыс орындары құрыла бастады. Сондай-ақ Семейде күн сайын 1000 тоннадан астам күнбағыс майын шығаратын майлы дақылдарды өңдейтін зауыт салына бастады. Еліміздің медицина қызметкерлері коронавирусты инфекциямен күресті жалғастырды. Дәрігерлердің үйлесімді жұмысының арқасында Қазақстан төтенше жағдай режимінен ең аз нәтижемен шықты. Маусым маңызды оқиғалардан басталды. Семейге жұмыс сапарымен үкімет басшысы келді. Ол Семейдің әлеуметтік экономикалық дамуымен танысып, Абай Құнанбаевтың алдағы мерейтойына дайындық жүріп жатқан нысандарды аралады. Мектеп түлектері үшін маңызды ай. Өйткені ұбт тапсыру керек. Биыл ол ерекше шарттармен өтті. Дегенмен Семейде көптеген адамдар бұл тестті жақсы тапсырып, қалаулы оқу орындарына жоғары нәтижемен түсе білді. Шіліңгір-шілде Семейде қала шетіндегі өзгерістерден басталды. Осылайша Восход ауылында бірқатар коммуналдық мәселелерді шешу оңынан болды. Сондай-ақ 2 жылдан кейін кентте 1200 орындық жаңа мектеп және балабақша пайда болады. Күн сайын ауруханаларға ондаған науқас келіп отырды. Сонымен қатар, науқастарды емдеуге арналған құрылғылар пациенттердің өздеріне қарағанда әлдеқайда аз болды. Сондықтан, бәрі немқұрайлы емес. Олар дәрігерлермен ауыр науқастарға көмектесіп, дәрі-дәрмектермен ИВЛ аппараттарын сатып ала бастады. Тамыз айында облыс басшысы қаланың медициналық мекемелеріне жаңа көліктерінің кілтін тапсырды. Бұл медициналық қызмет көрсетудің сапасы мен ұтқырлығына оң әсерін тигізді. Шығыс Қазақстанның дәрігерлері COVID-19 бен ауырып сауыққан адамдарға плазманы тапсыру туралы тағы да өтініш білдіреді. Алматы облысының сыйы Абай жолы жаяу жүргіншілер аймағы аяқталуға жақын болды. Қыркүйек айында Семей тұрғындары жаңа Абай жолы жаяу жүргіншілер аймағы арқылы жүре бастады. Сондай-ақ бір ай ішінде иммундық плазма банкі біртіндеп қалыптасты. Семей қан тапсыру бойынша басқа қалалардан ерекшеленіп, донорлық көмек беру бойынша көшбасшы қала бола білді. Көптеген жылдар бойы Семей қаласының тұрғындары үшін басты мәселелердің бірі су құбырының болмауы. Бірқатар көшелерде су құбырын жақсарту үшін және де қайта құру үшін күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіле бастады. Қазан айы Семейде көшені жарықтандыру желісін жаңғырту бойынша жоба дайындалды. Бұл мақсаттарға ақшаны Еуропалық банк инвестициялайды. Қалыптасқан эпидемиологиялық жағдайға байланысты көптеген мектептер қашықтықтан оқыту форматына көшті.
Кейбір оқушыларға ноутбуктер мен планшеттердің жетіспеушілігіне байланысты 1000-нан астам оқушыға үкімет тарапынан ноутбук пен планшеттер сыйға тартылды. Сондай-ақ, қазан айында Семейге ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев келді. Қалада жаңа ескерткіштер ашылды. Қайта құрудан кейін мұражай, театр және алаңдар ашыла бастады. Театр мен көрермен қайта қауышты. Қарашада ұшақтар және Комсомольский кенттерінде тұрғындарды сумен және электрмен қамтамасыз ету бойынша бағдарламаларды іске асыру аяқталды. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша өткен жылы Семейді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған кешенді жоспары бекітілді. Жоспарға сәйкес қалада өмір тіршілігінің барлық салаларын қамтитын 7 бағыт бойынша 56 іс-шара өткізу жоспарланды. Жақсы жаңалықтарға толы желтоқсанға келіп жеттік. Желтоқсан айында Семейде жаңа жоламан көтерме тарату орталығының ашылуы туралы айтылды. Сондай-ақ, желтоқсан мерекесі қарсаңында 200-ден астам семейлік Қарағайлы ықшам ауданында қоныс тойын тойлады. Ал достар, бұл Семейде жыл бойы болып жатқан оқиғалардың бір бөлігі ғана. Жаңа жыл қарсаңында сіздерге ең актуалды тілегім келіп тұр. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келер жылы бағындыратын биіктеріміз көп болсын, уайым қайғы жоқ болсын. Көріскенше сау болыңыздар.